Егер де аяқ астынан қонақ келіп қалса, осы тағамды жасап жіберіңіздер. Бұл тағам өте дәмді болып шығады. Рецепті соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Тауық етін ұрғышпен ұрып жібереміз. Тұздаймыз, қара бұрыш және паприка себеміз. Енді салмасын дайындаймыз. Шампиньонды тураймыз. Оған қаймақ қосамыз. Укроп, петрушка қосамыз. Соевый соус, чеснок қосамыз. Одан кейін жақсылап араластыратын боламыз. Формамызға тауық етін орналастырамыз. Үстіне салмасын саламыз. Одан кейін үстін жақсылап сырмен себеміз. Қызып тұрған пешімізде 25-30 минут пісіріп алатын боламыз. Осындай дәмді бізде тағам шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Баршаңызға ас болсын.